Ассалаумалейкум достар, бүгін Чемпиондар Лигасының 5-ші тур ойындары аяқталды. Біраз командаларды плей-офф кезеңіне шығарып тастадық, бірақ бірнеше командалар әлі плей-оффқа шыққан жоқ. Бүгін 8 матч өтті, 31 гол соғылған екен. Жалпы негізі бір ғана ойын 0-0 болды, ол Бавария мен Копенгаген, сол ойыннан гол күткенбіз. Енді кешегі бүгінгі ойындарға бір шолу жасайық. Мен жанымда Бердікей және Серік. Жігіттер, бүгін қандай ойын ұнады? Бека, қош келдің. Қалай? Студия. Рахмет. Таң сағат 5. Эфир қабылдап шығып жатыр. Иә, қалай бұл? Жаңа сол мен қабылдаған матч ұнады маған. Қайсы ол? Галатасарай мен Манчестер Юнайтед. Өте бір орталық ойын. Ашықтан ашық күшті ойын болды ғой. Жоқ, ана жігіт өткенде MU-дің формасын киіп келген қақта сол. Мен формасын бүгін киіп келем деп ойладым ғой. Сәтсіздік алып келем ғой. Не киіп келмедің? Сөйтсем сәтсіз. Реал Мадрид формасын алып келгем негізі. Сөйтсем жасылын алып кеттім ғой. Комментаторлар айтып отырады. Расмус Хойлунд 2 гол соғып сотылып қалады деп. Оған байланысты бізге ғой. Оған байланысты бізге. Гол ұрған жоқ. Жоқ, сол басты ойын Галатасарай мен MU болды ғой. Онана деген болмайды екен. Сол Шацкиді алу керек сияқты ғой. Айтып отыр еді. Сырттағы допты шабалақпен ұрып ішке беріп отыр ма? Жоқ, неге өйтіп жатыр ол? Білмеймін. 3-1 ұтып тұрып қалай. Қымбат братан. Білмеймін, MU-ді біреу сорлақ болған команда ма? Шешуші ойын екен біліп тұр ғой. 3-1 болып тұрады. Сорлады. Бақ еп қайда. Жоқ, еще Хаким Зиештің нелерін айтамын да, но. Сосын ана Пелистри деген бала масқара ойнайды екен, шықты да жаңа. Аргентинец ғой. 1,5 метрден гол ұрмайды ғой. Аспанға тебеді. Жоқ, қашалай ойынды күшті жүргізіп өтті. Сабырды әбден сынады кәдімгі MU бүгін. Сол MU-дің матчын көрдік, орталық матч шешуші деп. Иә, қазір енді көздерінен көрініп тұр, қызарып кәдімгі біраз матч көргендерін. Енді бұл топта жаңа ғана Бавария мен Копенгаген ойнады ғой. Негізі мен де гол күткем Бавариядан. Нау да гол күткен, нау да гол күткен. Гол көп болады. Бавария әдеттегідей ойнағанда сол ойнайды деп ойлайсың ғой. Ол жаңа соңғы минутта масқара гол соғып кетті де Копенгаген. Мен сол ойынды көрдік қой. Бәріміз сол ойынды көрдік. Өйткені қызық болып жатыр да енді. Бавария не істейді деген нәрсе қызық болды маған. Олар болды шығып қойды да. Енді екінші орында қолдарында болып тұр ғой былайша айтқанда. Осы тур Копенгаген ойнайды, бұдан кейінгі тур MU ойнайды. Бәрінде шанс тұр да былайша айтқанда. Үшеуінде де мүмкіндік тұр. Жаңа қызық болды маған. Осылар берес, бірақ Бавария өмірінде бере салған команда емес қой. Бұл Бавария емес, жалпы Чемпиондар Лигасында бере салмайды ғой. Берес, соны айтам. Маған жазады. Мен достарым бар, бір інілерім бар, жазады. Судьяны сатып алған кез Чемпиондар Лигасында ондай нәрсе болмайды. Вроде состав тур. Ондайлар көп жазады. Огненный составпен шықты бүгін. Кім? Кәдімгі әжептеу составпен шықты. Кім? Баварияны айтам. Огненный дегенде негізі әдеттегідей сөйлеймін енді. Оларда огненный состав жоқ қой. Огненный состав қой, бәрі қандай состав шығарсан да огненный ғой бәрі. Енді, получается, олардың группасы енді Галатасарай соңғы турда Баварияны тағы қараймыз. Енді көбісі былайша айтқанда, бүгінгі ойынға қарағанда Галатасарай шығып тұр ғой негізі. Келесі турда Копенгаген. Жоқ, сендер ойлайсыңдар ма? Копенгагеннің үйіне барады бір қызығы. Сендер ойлайсыңдар ма? MU Баварияны ұтады деп. MU Баварияны ұтады. Сол көреміз ғой бүгінгідей. MU Баварияны ұтпайды. Ұтпайды ғой. Мынау не тол, не сөнбейтін еме тол. Кімдікі? Футбол ғой, кім біледі. Қойшы футбол болса Копенгаген ұтылады деп кім ойлады? Қиын дауыс сияқты. Соңғы турға қалды. Гол соғатын шығар Баварияға. Әрі қарай Чемпиондар Лигасы қызық болған қалайсың ба? Қалайсың ғой? Онда MU-сыз қызық қой қазір. Не анау MU? MU-мен қызық қой. 3 гол ұрады. Мен ойлаймын Галатасарай шықса. Жоқ, ана тағы да біраз сенсациялар сезін сияқты, Галатасарай шықса. Сол айтамын. Жоқ, ана Онана деген неге қолмен ұстап тұрған? Бақ еткізді, айтшы соны. Анау ненде қызық жері болды анау. Зиеш тепті ғой. Икардимен жанында бір екі жаққа жүріп кетті. Сонында бет. Мына жағын еще стенканы қойып берді, мына жаққа стенканы былай қойып берді. Сол жаққа жүгіріп тұрады ғой. Ойлады Зиеш секіріп деп еді. В общем-то, MU өткенде Эвертонды жеңді ғой, бірақ мынандай дистанцияға шабатында MU емес, ренжімесін MU-дің болельшіктері. Бірақ нашар ой. Мен жылап көрсетті. Иә, мен ойымша сол Галатасарай өту керек сияқты. Галатасарай мен Бавария. Өзіміздің бауырлар ғой өтсін солар.
бір бауырлар дегенде бір үштірде бар ғой бәрі легионерлер ғой жақта. Ана жерде тұрған 52.600 адам. Ол енді жарайды, енді әңгіме жоқ. Біз енді Галатасарай өтсе дұрыс болады деп ойлаймын енді. B тобында Арсенал не істеді? Арсенал Зорлал қылды ма? Бүгін кек қайтарды. Иә, өткен 1-0 ма сол? 2-1 ма 1-0 ма болды ғой. Жоқ, мына жерде мен түсінбеймін да, өткенде анау кімді Руниді жазды ғой, бағана айттым ғой, ана кімге? Гарначоға анандай гол соғады да, малсың ба дейді ғой, жүгіріп келіп сен Роналдудың қуану стилін жасайтын не? Сен уже Европа аренада жүрсің. Ернар Айдар сияқты болып тұр ғой. Неге? Әнші да, бірақ қайрат нұртас сияқты сол сияқты болып тұр ғой. Өзін қалыптастыру керек деп. Сол ғой, өзін бірден ойлап тапсайшы, ақшаң бар, интернетке жас. Жоқ, жастарда шығарып жатыр ғой, мысалы жаңа Родригода да бар, анау кім өткенде, Рашфордтың да бар, Беллингем қалай шығарып алды мысалға, бұрын болған шығар, бірақ болма көп істемейді да, Мбаппе мынау келеді да, секіреді. Анау тарихи гол, бағана кім соқты? Осы Арсеналға келе жатыр ма әңгіме? Арсеналда Эдегор деген гол соқты да, секіріп келіп дейді. Не ол? Баяғылардың той болсын. Шығарамағанша эмоциясын дұрыс. Жоқ, енді жоға қайталап атқан, қайталанды оның бәрі істейді ғой. Жоқ, просто сен гол соғасың да, анау саған медиа деген дамып кеткен ғой. Бірдеңе қылып істе, жаңағы сені балалар қайталайды одан кейін, мен Эдегор сияқты. Ол 5-ші голды соқты ма? 4-ші голды ма? Уже біраз жерге барып қалғаннан кейін барып соқты емес па? Содан кейін шығар. 6 гол шатастырып жүр. Жоқ, Эдегор 5-ші голды соқты. Жоқ, сен білесің ба ана кімді? 14-ші гол соққан жоқ, мен соны айтайын деп отырмын. Гибралтарға 14-ші гол соққанда Жируді көрдің ба? Міне қалай қуанып кетіп бара жатыр. Енді ол кезде Дешамның әңгімесінде естік қой бәріміз. Жігіттер тоқтамаңдар деп. Жоқ, әңгіме дегенде Чемпиондар лигасында сен құры лансың ба, басқасың ба гол соғып тұрсың ғой сен. Арсенал аямады не керек? Аямады, иә, өткенде сол жеңілген есесін қайтарды. 6-0. Орынмен енді болды. Точно шығып тұр соңғы турда. Суламай жіберді ғой Арсенал. PSV мен Ланс енді не керек? PSV да бүгін ерлік жасап кетті ғой. Енді PSV командасында шанс көбірек деп ойлаймын, өйткені Ланс Севильямен ойнайды. Севилья жан таласы болар, ана Еуропа лигасына нетеді. Үшінші орын кетеді ғой Еуропа лигасы. Иә. Сондықтан да Ланс дымсыз қалады. Өзінің турниріне барады дейсіз сол баяғы өзіміздің әңгіме. Ланс дымсыз қалады сияқты B тобын. С тобында ше, С ма, С ма? С жарайды. Анау Реалдың бүгін 2 түлегі гол соқты, иә? Хоселу, сосын ана кім? Пас. Иә, бүгінгі ойында Пас гол соқты. Нико Пас. Николас Пас. Иә, Нико Пас, 19 жастағы Реалдың түлегі. Ойлашы, сен андай Лига чемпионатта дебют жасайын деп жатсың да. Дебют жасауға шығасың. Сантьяго Бернабеуде ойнайсың. Анау емес Наполиге. Еще қандай гол? Қандай гол? Қайдан шығады андай бол? Не жейтін алар? Жоқ, енді бірақ ненің де кішкене қақпашында айып болып тұр ғой. Жақын бұрышқа деп ұстайтын жері. Ана екі болып тұр ғой. Жоқ, енді Нико Паз деген мысалға сен ойлашы Реалға өзің. Наполиде Перин ба? Кім? Ұмытып қалдым. Сен де бір төтеден сұрақ қоймашы, ұмытып қалдың. Кім болды? Мерет деген. Таңғы 6-да сұрақ қоятын. Мерет Алекс. Сөйтеді де, жоқ, анандай батылдық дейін да. Иә, мысалға сен қысылып, братандармен ойнағанда ондай теппей сөйтіп жүресің ғой. Ана жерде ойла. Соны айтамын, ана жерде алыстан сылқ еткізгеніне. Мен ойлаймын, мына Анчелотти дымға қарамай ойнаңдар деп кәдімгідей мотивация беріп тастайтын сияқты. Аргентиналық екен. Бұларда енді шешіп қойған ғой. Шешіп қойған ең рахаттанып ойнады да. Хоселу гол соқты. 10 рет тепкен дей ма Хоселу? 10 рет теуіп, иә, 11-шінде гол соққан деді ма? Әлі 9 рет теуіп, 13-шінде голдарын қарап шықтық қой енді. Ангисан гол күшті болды. Ангисан гол өзі. Кәдімгідей керіп тастап. Пасы да күшті болды оған берілген. Фук деп тастап берді, тепті, қайт тепті. Негізі Наполиде биыл шикілеу кішкене. Бірақ шығатын жар? Жоқ, былтырға неден кейін әңгіме көйіп кетті. Наполида. Тренері кетті, Асимхен мен Орос нәрсе көбейіп кетті ғой. Иә. Хвичада бір келіп ойнай алмай. Содан кейін жаман не болып кетті. Команда бір жарқ етіп, жұлдыз болып бір жанып тұрады да, соны ұстай алмайды. Асимхен кетіп қалды ма? Осипмен травмада жүр ғой, енді ол қазір көп ойнамайды. Мысалы, енді қараңдар, бұл топта Брагада шанс бар әлі. Брагада бар. Иә, Брага келесі ойынын сырт алаңда Наполиге қарсы өткізеді. Бүгін Юнионмен желтоқсан 13-ші ма, 12-ші ма? Қиын. Наполи
ничаны ұстап кетеді ғой как минимум. Ничаны ұстап кетсе Наполи шығады, иә. Наполи шығады. Мен ойлаймын сол, иә, Реал Наполи екеуі дұрыс қой, негізі, иә. Брага ертең. Реал максимально очко алып кететін шығар Унионнан, да? 18-ді. Шешіндіреді ертең Унионды да. Мен ойымша. Жарайды, Ди тобында ше. Ди тобында Реал Сосьедад пен Интер шығып қойды. Зальцбург. Интер бүгін қырылыс болды ғой. Интер бүгін Бенфика қырза болды. 30-дағы ма? 30-да асып кеткен Жоу Марио дейтін хет-трик жасап отыр ғой, мысалы. Жоқ, сен бірақ сол ойында Интердің составын көрдіңдер ма? Интердің составын көрдіңдер ма? Интер состав, иә? Аслан, Маслан, бәрі жүр ғой сол. Алекс Санчес шықты. Неше уақытта шықпайды. Англияда уже пенсия ашып кеткен. Бірақ ол гол соғын тоқтатпайды, бәле ол. Анагола чуйкі болды, иә. Сөйтіп Интер 3-3 қылды бұл жерде. Енді Реал Сосьедад пен Интер ары қарай ойнайды. Оларда бір важный бір матч бар ма, неге шығармады? Бәрі болды ғой. Жоқ, болды ғой жақта кімде? Барелла бәрі шықпады. Түсінікті. Жоқ, бірақ ертең алдай бұл командада Интерде ойындар бар. Наполимен ойын тіреп тұр ғой ертең. Негізше бір адам осы Интердан Лига чемпионаты бірден күтемін ше. Қойшы, мен күтпеймін. Бада кеше мен Ювентуспен ойынын көрдім, полный 90 минут ше. Бірде бір ойын. Бірақ не деген сұмдық әдемі ойын. Мен күтпеймін. Былтырда бәрі айтты, барды ғой. Әдемі ойын ше. Былтырда бәрі айтты, барды ғой. Соңына дейін. Мен биыл білмеймін. Мүмкін. Мен мүмкін деп есептемеймін. Сіздер не дейсіздер? Комментарийге жазыңыздар. Мен сенбеймін бірақ. Жақсы, Ди тобы түсінікті ғой, иә? Бенфика, негіз Бенфика Еуропа лигасына барса екен, бірақ разницасы түрі жаман ғой мына. Минус 6 деген. Бір ойнаған жер осы болды деген. Вообще бұрында Зальцбургтан Хван дейтін бір таныс жігіттер бар еді, қазір ешкім қалмапты ғой. Ешкім қалмаған. Бала-шаға танымайсың қазір, детсад ана жақ. Бірақ енді детсад дегенмен де ойнайды. Бұл Реал Сосьедад ұтамапты осыларды. Не? Масқара ғой. Кімді Севильяны кетті де әжептәуір әдемі. Соны айтамын. Е тобында Атлетико, Лацио, Фейнорд, Селтик. Бұл топта Е тобында Атлетикода шығып қойды. Лацио ерліп, Чирон Иммобиленің кешегі дубльдің арқасында шықты ғой. Ол кісі де жатпайды екен. Жатпайды. Жасы біразға келді. Соны айтамын. Чиро кеше керемет ойнады, сөз жоқ. Рекорд тұрғыш. Иә. F тобында ше. Бүйтіп тұрып, оң аяқпен алып тастап, әдемі деп сояқтан тебе саған жоқ көреш. F тобында Боруссия Дортмунд шығып қойды. Мені өлім тобының несі ақталып отыр. Өлім тобы деген аты ше. Өлім тобы. Боруссия Дортмунд шығып қойды ғой. Миланмен келгенде айтып отқанда қалай айттық біз? PSG шығады дедік. Боруссиямен бе соңғы ойын? Кімнің? PSG в гостях Боруссияға барады ғой. Барады. Боруссия шешіп қойған. Ол кезде де сол Бавария не керек, немістің нелері шешіп жатыр ғой қазір. Иә, енді PSG оларды ұтса болды, енді разговор жоқ. Ньюкаслға да, Миланға. Жаңа сен кеше айттың ғой енді. Кім еді? Барриола ма? Кім дедің? Брек. Жоқ, Баркола ма? Баркола деген жігіт. PSG-ның ойыны айтайық. PSG-ның ойыны қызық болды. Иә, Баркола дейтін ойыншы ойнады кеше. Брэдли Баркола 21 жаста. Біздің Дарбо гол соғады ғана жерден. Соны айтамын, мынау бар ғой, ірің екен бар ғой, шын мынау ағаш жоқ па, достар жоқ па, қоясашы. Соңғы минутта баспен ұрды ғой. Төбеге кетті ғой ол. Президент нервішер отырады ғой. Соны айтамын, Мбаппені өзі күйіп жүрді кеше. Нандай балақайға сеніп қойған. Бүгін шықты, официально шықты, ана пенальти өтірік болып шықты. PSG-да. Өйткені мен көрдім, иә? Корпусқа бірінші деген тұрған. Барып қолға тегенді. Ондай кезде пенальти бермейді ғой. Одан алдын пенальти. Сол пенальти сияқты көрінді, просто мен сосын қаттын етті. Прямой тисе, негіз пас кетті ғой, бірақ былай тегенде былай көтеріліп барып. Обычно постоянно через корпус кеткен нәрсе бермейтін еді ғой. Енді анау Вардағы полякты алып тастады ғой жұмыстан, иә? Бірақ Шимон Марциньякқа тиіспеген. Жоқ, Вардағыларды алып тастаған. Бірақ оның алдындағысы пенальти. Оның алдында пенальти бермеді. Ашрафқа пенальти. Сол үшін ақталды олар. Ақталды бір пенальти. Ашраф таза пенальти, потому что мен ол матчты дұрыс көрмедім просто. Кеше басқа Милан жүрдім ғой мен. Мен жаңа бір өзі отырды PSG-ның президенті. Ашуланып 8 минут қосып берді қалтасынан. Әр минут ойын болған жоқ негізі. Негізі былай кеше ұтылып қалса да неге шанс бар ғой былай, Кімде? Жоқ, қиын еді кеше. PSG-да қиын еді кеше. 6 очко болатын еді бәрібір. Одан кейін тағы бір қызығы Ньюкаслда қазір не көп қой, жарақат көп. Кеше нені толтырамаған ғой. Екінші составтан алған. Екінші составтан бір 3 жігітті алыпты, жас. Сондай немен келіп. Жоқ, кеше PSG-ның обзорында кәдімгі аналар атака жасады ғой. Иә. Оны Дембеле де, Мбаппе де, анау Барколяға доп кек болады да, анау шірейтіні. Білесе бұлай деп еді, президент қайшылап деп не болған ғой? Кімге?
Мбаппеден басқа ешкім ойнап жатқан жоқ, сен анау қасыңдағылар сондай сормаңдай біреу болса, сенде де желание қалмайды ғой. Мысалы, мен кейде ойнап. Фернандес сияқты да. Қайшылап тебетін жерінде ше. Бүйтіп түсіріп алып тебетін жер ғой негізі. Алла. Ол басында шығар машина? Иә. Жоқ, соңына қарай жақсы ойнады ол. Басында кішкене. Бүкіл мүмкіндікті сол жасап берді. Ана бүйтіп бір теуіп тұр, бір атар қайтарыпты. Жоқ, енді Не керек? бұл топта Боруссия Дортмунд шықты, келесі кезеңге ПСЖ шығады. Деп ойлаймыз, иә. Мен Ньюкаслға білмеймін, Ньюкасл лайық емес әлі, ойнасын бала. Жоқ, енді жоқ, олар жол болмай қалды, былайша айтқанда. Травмамен жол болмай қалды. Ньюкаслдың? А что, Миланды не алып сызсабасыңдар? Милан болды ол. Ляо шығады. Ляо шықса қайта шайындырып тұр. Жоқ, Миландаға состав жоқ, көріп тұрсың ғой? Иә. Ертең 13-іне дейін жазылмайды олар. Кеше полузащитникті защитник қылып шығарып жатқаннан не сұрайсың енді олардан? Милан категорически Дортмунд бере салмайды. Шығып қойды. Кім бере салады деп айтты? Вообще. Жоқ, бермейді. Дортмунд жаңағы кім сияқты, Бенфика сияқты, бірде гол, бірде шөл. Неге 10 очко жинады ғой? Жоқ, шөл қазір чисто көл болып келатыр. Оңанда кім ұтты? Өткенде ПСЖ-ны ұтып жіберді, иә? Екі ойын Ньюкасл ұтты. Олар Миланмен тең ойнаған. Ньюкасл екі ойын ұтып қойды. ПСЖ-ны ұтты. Боруссия Мönchengladbachты 2-0 ұтылып атты да 4-2 қылды. 2-0 ұтылып атты ма не ол матчта? Айуан алар қазір. Жақсы анау Байтын кеше Байно Гиттенс деген бар ғой анау. Иә, сол жақ вингер болды. Айуан екен. Шапқылап кеше гол да соқты. Кәдімгідей связь құрып алған забитсерлермен. Молодец екен, риза болдым. Дортмунд барсын. Мен осы Интер емес Дортмундты күтемін. Барса екен финалға. Жақсы команда. Қиын. Көрейік енді. G тобында Ман Сити мен Лейпциг шығып қойған. Мына Сити деген немене команда, 0-2 ұтылып атады, 3-2 қалады. Қызық болсын дейтін сияқты андай. Не істейсің, ал келші, істеші. Бір-екі гол бар ғой. Әпенді 2 гол бар. Әпенді 2 гол соғады. Әлем чемпионатында хит болған Йошко мен Диаштың ең қымбат защитник. Сен бар ғой сәл бір 10 килограммдай тастасаң ана Йошкодан жақсы ойнайсың. Йошко не алып сондай етіп алып алған Гвардиола? Ой, Гвардиола деп қой. Гвардиола ма? Иә. Ана жаман алып кетті, негр деп қой, келім. Қара нәрсе. Жоқ, бірінші Диаштан қасып кетті. Екінші голда Диаштан қасып кетті. Диаш ең қымбат защитник. Кім еді ол? Үшке кіреді ғой. Кімнің? Жаңағы қара жігіттің. Қай командада? Апенді деп тұрмын ғой? Апенда. Сөйтеді да, Эдерсонның алына дейін барып, кімді күтеді ғой, ана жақтан кімді Йошко келіп жатыр. Йошконы бір тартып барып, ауынан өткізіп барып, жаңа кім Қайрат футзал ойнап жатыр ғой, сол сияқты жатыр ғой, бәрі генін істеп. Артына бір қайрылды да, қараса доп жақын бұрышта. Бірақ ол жақта бар, Холланд бар, әлем чемпионы бар. Иә, жоқ, Сити красавчик ма, әңгіме жоқ, 15 очко алды, болды. Лейпциг шығып тұр ғой, Лейпциг шығып тұр, иә. Young Boys біраз командаға бой береді Лейпциг, молодец. Young Boys мен Цервена маңызды. Екеуі бір лига чемпиондықты көрсетейін деді ғой. Иә. H тобында Барса. Риза болдым кеше, молодец Барса. Барса кеше ұтамайды деп ойладым ғой, мен де ойладым солай. 2 игрок соқты ғой, иә. Бенфиканың түлектері ма? Екі португалиялықтың қақпасына португалиялық клубқа сатты ғой. Иә. Ана Канселу дегенің бар ғой. Жын деген псих екен, псих. Үйленген ба? Білмеймін. Тиіп ойын ба? Жоқ, бір жақсы қызбен жүреді да, сол андай мотивация беретін сияқты. Гол соқсаң осындай деп. Кеше кімде сондай ма? Қызық жағдай бірақ, иә? Португалияға бар, өз мемлекет. Бірінші ойын ба, екінші ойында да сөйтіп әдемі гол соғып еді. 10 қапталған ол кезде. Сол жақтан келіп соқты, 10 қабет. Ал дер кезінде ұстады ғой, гол өткізді артынша. Әдемі дриблинг жасайды екен. Олар да әйтеуір үйтіп Месси кеткелі бері бірінші рет шығып тұр екен. Плей-оффқа ма? Иә, алдында бір Месси кеткен кезде не деді Лапорт? Біз білдірмейміз, білінбейді деген еді. Білінбеген Месси кеткенде қанша жыл болды. Енді оның өзінде азып, жазып, Гави жоқ, анау жоқ, травма, бірдеңе деп жүріп, кеше тағы Тер Штеген тұрмады. Шахтер шығады сосын. Мен де солар шықса екен деймін. Бір жағынан жағдайларына байланысты. Барселонамен ойындағыдай ойнаса шығады ғой. Барселонамен ойынын көрдік, керемет. Жоқ, мықты екен. Антверпенге ол болды, 0-0. Антверпенде жақсы ойнады, иә? Жоқ, бұларға лига чемпион. Ударлары сұмдық қой, 2-ның бірі ұрады. Бақ. Көрдің бе сол ойынды? Иә, несін көрдім, обзорында, ойынды көрген жоқ. Нең сыртынан ұрып алыр, спокойно. Перекла, қақпашы бар болады. Жоқ, Портуда андай ғой, сол плей-оффқа шығады да, болды, тоқтайды. Ойнай алмайды, деңгейі жоқ. Сол Шахтер шықсыншы енді.
Курикос Шахтердің. Қызық Шахтер. Иә, мысалға тең болған жағдайда олар жетті екен, соққан гол жетті, жіберген гол жетті. Енді біз бүкіл топты айттық, кешеден бері енді ойындар, бүгінгі ойындарды көрдіңдер ғой, бүгінгі ойындар қайда едік қой мынау? Бүгінгі ойын сол екі ойынды көрдік қой. Бүгін Галатасарай МЮ түсінікті болды, PSV-ның жеңгенін айтыңдар, 2-0-ден 3-2 шығарып тастады біз. Красный ғой құртқан. Красный болса да шықпай қала ма деп едік. Обыз айырды ғой. Обызы. Арсенал жарайды, плюс 18, Бавария. Бля, осы Баварияны бүкіл жарты әлемді төңкеріп тастады ғой, қадады ғой. Сен Баварияның ойыны менші деп ойламайсың. Жеңіледі деп ойламайсың. Тура осының алдында Бавария негізі Майнспен ұтады, дәл осыны істеген ол. Бавария негізі сол ойындардың бәрін сөйтіп келе жатыр ғой. Бұдан алдын ғана Галатасараймен ойындарда да ұрмай келеді да. Соңына келгенде бірден есін шығарып әйтеуір ұрып, Мюллер дегендер ойнап кете ма. Ол да қоймайды екен. Бенфика Интер түсінікті жарайды, 3-3 болды. Брага Красныймен теңестіріп кетті. Реал 4-2, молодец, Наполи әйтеуір жиі түседі екен бір-біріне. Реал Сосьедад Зальцбургта мен ойладым ғой, Реал Сосьедад жеңеді деп. Жеңу керек еді, бұлар да кішкене нетіп қалды. Әріп қалды. Кешегі ойындарда ұмытқан матч жоқ, негізі бәрін айттық. Дортмундтың Миланды ұтқанын айттыңдар ғой, көрдіңдер ғой? Кеше көрдік. Мысалы, Миланда сол кезде қорғаныста кәдімгідей не болды? Пенальти соққанда басқаша болар ма еді? Сол айтамын, бля, Жируға вообще бермей қою керек еді негізі сол. Неге өзі заработать етті, өзі теппедік? Білмеймін, мен кейде түсінбей қаламын соны. Мен артынша жақсы болырды ғой Чуквуезе. Иә, Чуквуезені өзіне бере салу керек еді. Сол кезде ойын өзгереді. Мысалы, Ройс қалай деп невозможно ғой, аламайсың ғой адам. Бейт депті. Қазір негізі сөйтіп тебетіндер хит болып отыр ғой. Решфордтың да пенальтиі сондай, Мбаппенің да пенальтиі сондай, негізі сөйтіп тебе салу керек сияқты. Баяғы пенальтилер. Соны айтамын, солай тепкен дұрыс сияқты. Лацио шықты, Шахтер 1-0 жеңді. Енді әңгіменің бәрі МЮ-ға туралы айтылып жатыр ғой. Шынымен де мысалы Нұралы Әліпті алады деген өтірік әңгіме болды ғой енді ол. Бірақ та алдағы уақытта негізі ойланатын сияқты. МЮ ойланбаса да, оны бүкіл АПЛ-дың командалары естіді ғой енді. Инстаграм шулады, сайттар жазды. Негізі интерес болады сияқты. Шынымен Онанадан Шацкий дымы кем емес. Просто жастарында разница бар шығар, бірақ Шацкийден кем емес. Жоқ, андай кеше көрді ғой енді біздің фанаттар қалай болатынын, қалай төңкеріп тастайтынын. Футболда ондай нәрсе бұрыннан бар да. Специально, иә. Түріктерді солай алады негізі. Мен білетін, мысалға жапондарды қазір абатыр. Иә, бұрын корейстер сөйтіп алған. Мысалы қазір бір соның арқасында Тоттенхэм фанаты былай жетеді Кореяда. Бүкіл Корея Тоттенхэмді біледі деген сөз ғой үшін. Сол сияқты Түркия мысалға анау Гүлерді ма алды Реал. Болды ғой Түркияның 40% Реалдың фанаты болады ертең. Баяғыда Арда Туран дегендер жүрді. Өйткені Барсада қазір түрік жоқ. Енді жаңа кім ғой? Гүндаған, ол Гүндаған деген Германияда ойнайды ғой енді, ол түсінікті ғой. Сондай сол үшін, сондықтан да сондай мәселе бізде де сол ойланатын сияқты, ана бір майда-шүйде клубтар бар ғой. Ноттингем Форест дегендер бар ғой, футболистерді былай ала беретін солар. Енді көп ақша сұрамайды, фанаттарымыз көбейтіп аламыз. Бүкіл Қазақстан онда болды, Ноттингемге жазыламыз ғой. Ноттингемге бармай қойса екен. Неге? Жоқ, енді барған жағдайда жазыламыз. Одан да Лютон тауынға барса екен деп қоймасың. Қандай көп енді әзілдемеш, шын арасында ғана нетші. Айтып отырыңдаршы. Біз таңға жақын ауыр кетіп жатыр, онша емес. Анау кеше не көріп қойдым TikTok-тан. Аршавин Әліп туралы айтқан көрдің бе? Жоқ. Анау Ренан дей ма, бір бразилецті сырып тастапты основадағы. Қазір кәдімгідей комментаторлар жазып жатыр негізі Әліпті. Сен бағана не дедің? Орнына кәдімгідей орны қылып тұрып старттан Зениттен орын алып. Сен бағана дедің, Бавария мен Кафенеге обыз ойдың дедің да, обыз алған адамдарға өкінбей қойып өлесін дедің да, не дедің? Жоқ, ставкың шықпай қалса, сен көңіл түсірме. Өйткені сен өлесің дейсің. Ана бір бей кісі бар ғой. Омар Жәлел. Рас көңіл түсір. Жоқ, көңіл түсіргенде бұл жерде негізі бәс деген керек емес нәрсе ғой. Бірақ енді қызық үшін ойнайтындар бар шығар. Сол қызық үшін ойнайтындарды мысалы жоқ, Еуропада қызық үшін ойнайды ғой бәрі. Заработок деп нетпейді ғой? Түсінбейді, сол ойынға, бір ойынға барып жаңа қояды да, пивасын ішіп, болса болды, болмаса
шыққан. Енді олардың өмір сүруі басқа, ақшасы басқа. Біздікі басқаша да сол анау. Луда мани. До конца кіріп кетесің ғой. Енді бізде жағдай солай, ақша жоқ, басқа жоқ. Андай оның үстіне бір футбол туралы мысалға TikTokқа салсаң, бүгін видео блоктап тастаппын мен. Азартный игры, анау-мынау. Мен ол кезде матчтар туралы өз ойымды айтам да, сосын артынан айтам, бұл бәс үшін емес, бұл жай менің ойым, өз ойларын жазыңдар. Шығып атса, мен мақтанамын, мен футбол қатты білемін, мен мақтанатшан бір кетсе. Шықпаса, мен білмейді екен деп. Анализім дұрыс болмапты. Иә. Мысалы, бүгін мысалға мен жаңа TikTok-тағыларым қай ойында қалай ойлағанды біледі да. Мысалы, мен шатасқан ойындарым Реал Сосьедадтан шатастым, ойлағам жеңе алмады. Бавариядан шатастым. Тағы қайсы ойын бар? Брагадан шатастым, ұтады деп ойлаймын. Енді Брагадан шатасқанда ол красный болды енді. Брагадан ондай қатты шатасатын да команда емес қой. Енді Чемпиондар лигасының 5-ші туры аяқталды. 6-ші турда соңғы тур 12-13 желтоқсан уақытында өтеді. Ал бүгін сіздер Еуропа лигасы, конференция лигасының ойындарын көресіздер. Енді негізі мүлдем Астана ойнайды деп айтпақшы. Негізі бұл турнирді осы конференция мен Еуропа лигасын жай қарай саған жақсы. Жай қарап, немесе вообще қарамай қойғанда жақсы. Мен негізі қарамауға, көрмеуге шақырам. Астана ойын сағат 9:30-да көрдіңіздер де, ұйықтап қалу керек. Өйткені ана нерв құртатын ойындар болады. Комментаторлар ортасы ма не? Жаңа группалашып. Иә. Сол жерде что-то айтып отыр жаңа балалар. Астана ана бір блогер жоқ ішінде бір. Иә. Астананың ойынын неғыңыздар, тарихи выход дейді. Астана Лига чемпион группа ойына шығып қойған команда ғой. Иә. Конференция ондай тарих емес қой бізге. Тарихи емес. Сонан айтып отырмын да, соны нервім ауырып жүрді. Сәл білімсіздер ұнамайды маған. Жоқ, енді әр группадан шыққанымыз не ғой, бірақ Астана біріншіден ол группадан шықпайды, менің ойымша. Жоқ, ертеңгі ойынға байланысты ғой. Мен шығады деп ойлаймын. Ертең бір қиямет Динамо Загреб нашар қазір. Ертең көреміз. Жарайды. Мен ана Балтика ме? Біздің бір группада кім еді? Балканы. Өмірі сол Балтика, Карагандинский, свежая игрушка, қазір Прага деп. Жарайды, достар, бұл Чемпиондар лигасының 5-ші тур ойындарына бір кішігірім өзіміздің шолуымыз, каналға тіркеліңіздер және тағы бір ескерту айтып кетейік. Қандай? Футзалдан не басталды ғой? Лига чемпионов болды. Бүгін Қайрат алғашқы ойын өткізді элиталық дивизионда. Оны айтып кеткен жөн. 11-де 2 болды, иә? 11-де 2. Оразов айтпақшы, смело отырып көретін ойын ғой. Иә, смело отырып. Сборныйдың ойында сол, құдайға шүкір, енді футзалымыз жақсы. Қайрат бүгін Бенфикамен ойнайды, оны да көріңіздер. Спорт арнасынан. Енді бұл біздің шолуымыз өзімізше ерекше деп айтпай қойық. Бізде андай цензура жоқ, бізде андай қатып қалған заңдылық жоқ. Сондықтан да қаралым саны бізде қазір шүкір 5.000, 6.000-нан. Бірақ көбісі 10.000-дық та бар, бірақ подписка жасамай көреді. Сондықтан да каналға тіркеліңіздер, ол біз үшін үлкен бір мотивация болады, үлкен бір қолдау болады. Одан ары қарай бізде осылай шығарылымызды жалғастыра береміз. Сіздерден қолдау болса, керемет болар еді. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Не айтылмай кетті? Бүгін қонақ ұнады ма деп сұрақтан. Мынау ұнаса жазыңыздар. Келесте келсін ба, келмесін ба? Бұл жігіт Нарынқолдың жігіті, Алматының жігіті. Қандай клубтың фанаты? Футболдың фанаты, Барселонаның фанаты. Барса фандар қолдап қойыңыздар. Ар жақтағы жігіт Манчестер Юнайтедтің фанаты. Мен ешкім фанаты емеспін. Сондықтан да футбол фанатымын. Каналға тіркеліңіздер, сау болыңыздар, рахмет. Ауылдағыларға сәлем жолдасың ғой. Жақсы сау болыңыздар. Әзір демеш, брат, шын таңда қатты ауыр маған, ұйықтай алмаймын. Сау болыңыздар, аманшылықта.